Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомызға арқау болып отырған өсімдіктің бірі алоэ өсімдігі. Алоэ өсімдігінің адам денсаулығына пайдасы жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонау есте жоқ, ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмектерге қарағанда әлде қайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Сіздің үйдің терезеңізінде алоэ атты кереметтей өсімдік өсіп тұр ма? Өсіп тұрған жоқ болса, өте өкінішті. Осы видеодан кейін алоэны өсіріңіз. Ол сізді өзінің жасыл көйлегімен ғана емес, шипалық қасиеттерімен де қуантатын болады. Жер бетінде алоэның 300-ден астам түрі бар, және оның әрбірінің өзіндік қасиеті бар. Мәселен, бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға жақсы әсер етеді. Алоэ өте қарапайым, оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті, оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, бұталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп кете береді. Білесіз бе, әлемге танымал Клеопатра ханшайымның өзі алоэдан жасалған кремді жаққан екен. Дәрігер диоксид алоэ жараларды емдеп, ұйқыны тыныштандырады деп жазып кеткен. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді алоэ да көміртегіні жұтып, оттегіні шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ екіқабат әйелдер, бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымының ауытқушылығы бар адамдарға да алоэға жақындауға кеңес берілмейді. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэны қойып дәкемен таңып тастау керек, және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып бинтке қойыңыз да аздап шаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасай алады. Ол үшін алоэның біраз қасық шырыны мен қаймақты араластырып, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып 15-20 минут ұстаңыз да жылы сумен шайып тастаңыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырап, суылана түседі. Иммунитет көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен бір рет шайып жіберіңіз. Таза стаканды дәкені немесе марлын аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да сол марлының бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стаканға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырып, бірге-бір араластырасыз. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңіздің жасатқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Мінекей, терезеңіздің алдындағы алоэның бір бойынан осыншама үлкен дәріхана жасап алуға болады екен. Оны пайдаңызға жаратыңыз да суаруды ұмытпаңыз. Егер осы видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.